Америка менен одақ болу, ол сол елдің бағы. Оңтүстік Корей қандай бай, бақытты, баяшатты және демократиялы. Оңтүстік Кореydегі жүйе қандай? Президент қателесті ма, тағынан жұлып болады. Президенттің қайын жұртының былықшылығы бар ма? Тас-талқан шығарып ақпарат жазады, қарсы партия оны тергеп, тексеріп, күл талқан шығарып ақырында оңтүстік Кореяның президенті мысалы істі болып жатыр міне. Ал сіздер Назарбаевтың өзі әулеті, Тоқаевтың өзі әулеті, тіпті олардың тұттас мына ұрғара қарақшы командасынан бір адамның сотталғанын көрдіңдер ме? Ашылды ма? Ашылды. Дубайдағы былық ашылды ма? Ашылды. Мысалы, Тимур Құлыбаев әлемдік миллиардер, бірақ бүкіл ұрлығы қылмысы ашылды ма? Ашылды. Дариғаның бүкіл қылмысы ашылды ма? Ашылды. Мынау Динара Құлыбаеваның бүкіл былығы ашылды ма? Мынау Әлия Назарбаеваның бүкіл былығы ашылды ма? Ашылды. Бірақ солардың Қазақстандағы бір бизнесі тиым салынды ма? Алматының әкімі, Астананың әкімі, министрлер, депутаттар Дубайдағы үйлеріне дейін ашылып қалды. Шетелге тыққан ақшаларына дейін ашылып қалды. Біреуінің дүние мүлкі тәркіленді ма? Біреуінің дүние мүлкі халықтың қолына қайтарылды ма? Жоқ. Болат Назарбаев енді шын өтірік белгісіз өліп қалды. Бірақ сол Болат Назарбаевтың дүние мүлкі халықтың қолына қайтты ма? Ана 300 тоқалы бар дейді. Біреу айтады 30 тоқалы бар дейді. Олардың ана миллион гектар жерлері халыққа қайтарылды ма? Ана патшаның сарайындай қылып, тәңкімен келіп бұзсаң бұзылмайтын дәу алып қорғандардың ішіндегі коттедждер тәркіленіп қазынаға қайтарылды ма? Міне, көрдіңіздер ма? Бұл жерде шындық осы тұр. Ең бастысы, міне, Жапония, Оңтүстік Корей, Тайвань, Израиль қалай Америкамен одақтас болып, халқы бай бақытты баяшатты өмір сүріп отыр. Әділ, ең бастысы қоғамда әділдік болып отыр. Қоғамда әділдік болып отыр. Әділдік болмаған қоғамда даму болмайды, жақсылық болмайды. Міне, Украина Америкамен осындай келісім шартқа отырып қойды. Ең бастысы, бүгінгі лекциямдағы басты түйін Стокгольм синдромынан арылыңдар демекшімін қазаққа. Трампты Путиннің шпионы деу, тазадан таза Стокгольм синдромымен ауыратын адамдардың бейшара қылығы. Рухани мүгедектердің қылығы. Міне, Трамп ақыры жүзеге асырды. Бісміллә, бір ұттап алайын. Ал енді бүгінгі екінші ақпаратымызды айтайық. Қытай тілді медиаларда Қытай Америка менен соңына дейін табанды түрде кеден салығында айқасады. Трамп бірнеше команда жіберіп Пекинге барып жалынды, кедендік соғысты тоқтатайықшы деп. Трамп бірнеше мәрте қоңырау соғып Ши Цзиньпинге жалыныпты, Ши Цзиньпиннің хатшыларына. Ши Цзиньпинге айтыңдаршы, менің телефонымды алсыншы, үнін естейінші, тіпті боқтап тастаса да мейлі, бір дауысын естейінші, депті деген ресми, бейресми Қытайдың хабары енді. Естісең, оқысаң, ұялып кетесің, өзің бетің қызарып кетеді де. Бірақ жасырар жоқ, Қытай коммунистері қазір өзінің мемлекеттік, ресми және бейресми ақпарат көздерінде Америка жалынып жатыр. Біз жаңағы елемей жатырмыз. Командаларын жіберіп бізбен келісімге келмекші. Біз сөйлеспей қойдық. Телефон ұрып жалынып жатыр. Біз жауап бермей қойдық трубкасына. Деп Қытай коммунистері дүрілдеп жатыр. Сөйтіп, өздері тымпиып, құпия құжат түсіріп, Шанхай, Сужу сияқты ірі порттарға кірген Американың тауар тасыған кемелерінен кедендік салықты кемітіп қойды. Тіпті көбін алмайтын қойды. Әлгілер аңдан рас па? Ойбай, біз контрабанда болып қалмаймыз ба? Жоқ. Енді оны жарияламайсыңдар. Болды, нарыққа кіріңдерді барып, сататын жеріңе барып, сата беріңдер. Сендерді кеденнен өткіздік. Бірақ қолдарына қағаз бермейді дейді. Біздің мына тауар енді кеденнен өтті деген
Жоқ, бермейміз. Болды, кірде сата бер деп айтады дейді. Енді біз салық тапсыру керекпіз ғой біз. Біз Американың заңы бойынша өз ана жағымыздың өзінде есебімізді тапсыру керекпіз. Қатыныма бір көйлек алып берсем, мен соны көйлек алып бердім. Биыл осы айғы шығыным артып кетті, сондықтан салықты азайтыңыз деп жазам ғой дейді. Американың заңы солай. Америкада табыс тапқан азаматтар салықты есеп береді. Ойбай, үйім кіре дейді. Ойбай, көлігім кіре дейді. Ойбай, менің бәленбай жұмысшым бар, оның әрқайсысына мынша айлық берем, сондықтан менің шығыным артып кетті. Мен міне мынандай ұйымдарды қолдаймын, мынандай ұйымдарға қаржылық көмек берем, сондықтан менің салығымды кешір. Әлгілер қарайды да, өздерінің бір есептері бар. Мынша мың доллардан шығын асып кетсе, пәлен пайызын қайтару, мынша мың доллардан шығын асса, түген пайыз қайтару. Сондықтан Америкада ақша тапқан жігіттер үйді кредитке алып қойды, машинені кредитке алып қойды. Салық комитетіне жылап есеп көрсетуге керек. Міне, ал кредитке алғанда да машинені қымбатын алады екен. Міне. Ана компанияның шығынын арттыру керек. Айлықты да неге Америкадағы компаниядағы жұмысшылардың айлығын аямай тұрып қымбат төлейді десең, міне бәленбай жұмысшым бар, оның бәленбай маман, оған мыншеме қымбат айлық бердім деп, соған төлеген айлықты салықтан кемітеді екен. Яғни компания иесіне бәрібір. Оған не өзінің шығынын аз көрсетіп, салықты көп төлеу керек, немесе өзінің шығынын көп көрсетіп, салықты аз төлеу керек. Оған бәрібір. Сондықтан олар көбінеки жұмысшысына жақсы айлық төлейді, жаңағы барлық шығындарын максимализация жасайды, зиян шекпейтін сызықтың ішінде. Сөйтіп отырып, міне салықтан жаңағы кейбір салықтарды кері қайтарып береді. Енді Американың экспорттаушылар аңта қалған. Бізге мұншама салық алдық деген қағаз беріңдер. Бермейміз. Онда салық алмадық деген қағаз беріңдер. Бермедік. Барып кіріп сата беріңдер деген ғой. Бірақ мемлекеттік ақпарат құралында Америка империализмнің дүние жүзінің сауда экономикалық қатынасындағы өз білермендігіне батыл түрде қарсы тұрып, соңына дейін табанды түрде Америка жиһангерін алдымызда тізелетіп, маңдаймен жер сүздірмейінше тынбаймыз деген Қытай коммунистерінің осы ұрандаған әңгімесі көбейіп тұр. Енді қазақ тілді аудиториядағы қытайшылдықты түсінген боларсыздар. Өткенде бір жұрт тыңдап жүрген бір асы, мынау қалай дейтін біреу, Қытайың деген Американы пысқырмайтындай болды. Америка Қытайдың қасында түк болмайды. Қытай деген енді өндірмейтін заты жоқ. Американың қолқабауыр жүрегіне қолын тығып алған Қытай. Америка жалынып жатыр екен Қытайға деп тұрып салды. Ол Қытайдың қаржысын алып отырып, сен мына Қытайда арнайы блогерлерді баған, шетелдік блогерлерді баған, Пакистанда Қытайды құдіретті қып дәріптейтін саясаткерлерді, блогерлер, журналистерді баған. Көрші деген журналды шығарады. Бүкіл дүние жүзінің бәленбай елінде Көрші деген журнал шығады, сол елдің тілінде. Бірақ бұл журнал Қытайды тура экономикасы қарыштап дамыған, Африкаға барып қаржы салған, Танзанияда көпір салған, әуежай жоқ елге әуежай салған, анау Шри-Ланкаға барып Татанхама портын салған, ана жерде үлкен әуежайды салған, мына жерде үлкен завод салып, 100 мың Африканың халқы өмірінде бірінші рет заводтың киімін киген қап көрсетеді. Ол Көрші дейтін журналдың міндеті. Ол Көрші журналының Қазақстандағы бас кеңесшісі аса ұлы ақын, өлеңі керемет, енді өте керемет. 86 жылғы желтоқсанда 89 жылы Мәскеуде айтқан, 86 жылы қазақ қырылып жатқанда Мәскеуде жыр кешін өткізіп уақытты тимей қап, 3 жылдан кейін айтқан аса ұлы ақын Мұхтар Шаханов. Мен оның ақындығын өте мойындаймын. Бірінші кезекте мына сөзді айтпаңыздар, сіз оның тырнағына татымайсыз деп. Оның тырнағына татымайтынның бәрін соттата берсе, онда сені де ертең сен оның тырнағына татымайтын біреу соттатсын, әмин. Ал міне. Сонда қазақтарда ауру да, сен оның тырнағына татымайсың дейді да. Иә, тырнағына татымаймын. Тырнағының қиқымына да татымаймын. Бірақ мені соттатуы тиіс па? Мынау батыстық христиандық демократияның әрбір адамның санасына сіңгендігі соншалық, батыстық христиандық ұғымда патша мен қарапайым халық тең. Сот, прокурор патшаны да, патшаның ұлында, отбасында қарапайым халықпен қайшылық болса, сот тергеуге, соттауға құқылы деген бап.
Батыстың демократиясының қайнар көзі осы. Батыста сен оның тырнағына татымайсың дейтін сөз жоқ. Сондықтан ол батыс. Мына қазақтың құдай ұрған, Алла лағнеттеген жаратушының ең жек көретін мінезі әділдік туралы, шындық туралы ойларында таразы жоқ. Жүректерінде әділдік дейтін нәрсе жоқ. Сен оның тырнағына татымайсың дейді. Жарайды, тырнағына татымайын. Ол нақақ соттай беру керек па? Сен де біреудің тырнағына татымайсың. Сонда сені соттау керек па? Сен Құлыбаевтың тырнағына татымайсың. Ол шірген бай, оның бір реткі түскі асына жұмсаған ақша сенің бүкіл өмір бойы жиған терген ақшаңнан көп. Сонда Құлыбаев сені соттай беру керек па? Сен сонда оның табанына басып көрмей басып кеткен құмырсқадай да құның жоқ па сонда? Сен өзің әділетсізсің, қазақ. Сенің жүрегінде шындық жоқ. Сондықтан Құдай төбеңнен ұрады, қазақ. Егер сен әділетті болғанда, Құдай саған рақымын жаудыратын еді. Батыс неге дамиды? Неге Еуропа дамиды? Неге Америка дамиды? Америкада христиандық негізгі ұстаным бар. Және сол христиандық негізгі ұстанымға сүйенген ешкім ақсүйек емес, ешкім патша емес, феодал князь ешкім емес. Сен осы елдің азаматысың ба, сен адамсың ба, бітті. Сен депутатсың ба, конгрессменсің ба, миллиардерсің ба, кім болсаң ол бол. Сен заңның алдында бірдейсің, бітті. Президент қылмыс жасаса, сот тергеу керек деді. Міне, бастау анау христиандардың ең негізгі жаратушының алдында әрбір адам тең деді. Оның байлығы, мәнсабы, тегі, қоғамдағы орны бір тиын деді. Міне соған негізделген демократиялық жүйе болды. Мен бұл арада христианизмді дәріптеп тұрған жоқпын. Мен бұл арада демократияның артықтығын айтып тұрмын. Көрдің ба, қазақтар? Міне, әңгіме осыдан шығып отыр. Енді жаңағы Стокгольм синдромымен ауыратын орыс құлдардың және Стокгольм синдромымен ауыратын қытайшылдардың әңгімесінен шығып кетіп отыр ғой. Міне. Со көрші деген журналист сияқты, бас кеңесшісі Чақанов болған журналист сияқты, Қытайды шексіз құдіретті қылып көрсетеді. Мысалы, өткенде тағы мынау биліктің бір видеосы ма десем, тіпті азаттықты істеген біреудің видеосы. Африканы, не Қытай Африкасы дейміз, Африкаға Қытай не деген инвестиция салды деп, Қытайдың Африканы гүлдендіргендігін, порт салғанын, әуежай салғанын, қала салғанын, зауыт салғанын, ол жердегі ең керемет сауда орталығын салғанын бәрін жазды. Мен оны 2017 жылы Қытай қаржысының құпия сыры деген лекциямда айттым. Африканың мәлі-мейлі Қытайдан миллиард доллар қарыз алды, порт, әуежай, анау мынау салады. Бірақ ең соңында сол ел бұл қарызды қайтара алмай Қытайдың құлы болады. Мысалы, қазіргі Пакистан Гвадар портын Қытайға беріп қойды. Гвадар порты Қытайдың меншігі. Шри-Ланка. Шри-Ланкадағы ең атақты теңіз порты Қытайдың қолына өтті. Ол оңтүстік Азияда қазір Қытай өзінің әскери базаларын жасақтап отыр. Міне, осының барлығы нені білдіреді? Қытай ешқандай елге инвестиция салып, ешқандай елге өндіріс салып дамытпайды. Қытай қаржысының құпия сыры дейтін лекциямды осы арада миларыңызға орнатып алып, қайтадан тыңдаңыздар. 17 жылғы ескі лекциям, 8 жыл бұрынғы лекциям. Қытай қаржысының құпия сырын ең керемет деген қазақ зиялыларының өзі тамсанып Фейсбукте жазды. Мынау тұнып тұрған докторлық диссертация ғой деп тұрып жазды. Тұр. Қытайдың финанстық экспансиясын тура осындай түсіндірген адам Қазақстанда жоқ деді. Міне, сол менмін. Ана Қытай қаржысының құпия сыры деген лекциямда ол таза финанстық білім, таза финанстық докторлық диссертация. Онда қалай экспансия жасайтындығын, Қытайдан алатын қарыздың қалай болатындығын мен соларды ашалап тұрып түсіндірдім. Ол бүкіл Еуропа, Американың қалыптасып қалған осығанға дейінгі инвестициялық жобаларына мүлде келмейді. Мен соны ашалап тұрып түсіндірдім. Неге бюрократияға батқан, мынау зұлымдыққа батқан, заң салтанат құрмаған, құрған, құдай ұрып қойған елдер, және олардың басшылары Қытайдан қарыз алуға құмар. Себебі қарызды халықтың мойнына іліп қойып, мемлекеттің ұлттың негізгі байлығын кепілге қойып, өздері ана Қытайдан жеке қалтасына да ақша тығады,
ана халыққа да ана проектіні сылтауратып қарыздың мойнына іліп қояды. Сөйтіп Қытайдың мүдделі коммунистік топтары менен олардың жаңағы тоқал-соқалынан ұйымдасқан жарастырушы топпен қарыз алушы тараптың екі тараптың тобы ана жерден пайыз жейді. Ана қарыздың біраз бөлігін қалталарына жымқырады. Осындай механизмді Қытай жасап қойған. Мен бұны бұл арада бір ауыз сөзбен түсіндіріп бола алмаймын. Өздеріңіз Қытай қаржысының құпия сыры деп ашық тыңдасаңыздар бәрі тұр.